Антарктида жер шарының ең оңтүстігінде орналасқан құрлық. Ол үлкен мұзды айдын болып табылады. Антарктиданың ауданы шамамен 14 миллион шаршы шақырымды құрайды. Бұл құрлықтың 98% мұзбен жабылған. Антарктида әлемдегі ең суық және желді құрлық. Мұндағы ең төменгі температура -89,12 градус Цельсийге дейін жетеді. Антарктидада жауын-шашын өте аз түседі, сондықтан оны суық шөл деп те атайды. Құрлықтың орташа биіктігі 2000 метрден асады. Ең биік нүктесі Винсон массиві, биіктігі 5140 метр. Антарктидада көптеген таулар, жанар таулар және мұздықтар бар. Антарктиданың мұздықтары жердегі тұщы су қорының 70%-ын құрайды. Мұздықтардың қалыңдығы бірнеше шақырымға дейін жетеді. Кейбір жерлерде мұздықтар мұхитқа қарай сырғып, алып мұзтаулар түзеді. Антарктидада күн радиациясының ерекше түсуіне байланысты керемет табиғат құбылыстары байқалады. Оңтүстік поляр шұғыласы немесе Aurora Australis аспанда әртүрлі түсті жарқылдармен көрінетін ең әсерлі құбылыстардың бірі. Сондай-ақ, мұнда алмас шаң деп аталатын құбылысты жиі байқауға болады. Бұл ауадағы ұсақ мұз кристалдары күн сәулесінде жарқыраған кезде пайда болатын оптикалық иллюзия. Антарктиданың қатал климаттық жағдайларына қарамастан, мұнда да тіршілік бар. Құрлықтың жағалау аймақтарында пингвиндер, итбалықтар, кер және теңіз құстары мекендейді. Пингвиндер Антарктиданың символына айналған ең танымал жануарлар. Олар суда өте жақсы жүзеді және сүңгиді. Император пингвині ең ірі пингвин түрі, олардың бойы 1 метрден асады. Антарктида жағалауындағы суларда криль деп аталатын ұсақ шаян тәрізділер көп кездеседі. Криль, пингвиндер, итбалықтар және киттердің негізгі қорегі. Антарктиданы ашу тарихы 18 ғасырдың аяғында басталды. 1773 жылы ағылшын теңізшісі Джеймс Кук Антарктика шеңберін кесіп өтті. 1820 жылы орыс теңізшілері Фаддей Беллинсгаузен мен Михаил Лазарев Антарктида құрлығын алғаш рет көрді. 20 ғасырдың басында Антарктидаға бірнеше экспедициялар ұйымдастырылды. 1911 жылы норвегиялық зерттеуші Руаль Амундсен алғаш рет оңтүстік полюске жетті. Бүгінгі күні Антарктида халықаралық ынтымақтастық аймағы болып табылады. Мұнда ғылыми зерттеулер жүргізу үшін әртүрлі елдерден келген ғалымдар жұмыс істейді. Антарктида жер климатының өзгеруін зерттеуде маңызды рөл атқаратын ерекше құрлық. Ғалымдар мұздықтардың еру жылдамдығын, теңіз деңгейінің көтерілуін және атмосферадағы парниктік газдардың концентрациясын бақылайды. Антарктида мұздықтарының еруі жаһандық жылынудың ең қауіпті салдарының бірі. Егер барлық мұздықтар еріп кетсе, әлемдік мұхиттың деңгейі 60 метрге көтерілуі мүмкін. Антарктиданы қорғау бүкіл адамзаттың міндеті. Біз парниктік газдардың шығарындыларын азайтуға және планетамыздың климатын тұрақтандыруға бар күшімізді салуымыз керек. Антарктида жұмбақ сырларға толы ерекше құрлық. Ол жердегі ең суық, ең желді және ең құрғақ құрлық. Алайда, қатал климаттық жағдайларына қарамастан, мұнда да тіршілік бар. Антарктида әлемдік климаттың реттеушісі және жердің болашағы үшін маңызды рөл атқарады. Сондықтан, бұл құрлықты қорғау баршамыздың міндетіміз.